Халық жадында сақталып қалған Тұмар, Зарина, Бегім, Бопай, Абақ, Айғаным, Күнбике, Зере тәрізді ханшалардың елі мен жеріне деген сүйіспеншілігі ерлік істері бүгінгі болашақ ұрпақ жадында. Қазақ қоғамында әйелдің орны ерекше. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді деген тәмсіл бар. Ұлттың болашағы да қазақтың әйелінің қолында. Сондықтан қазақ әйелі отбасы қоғамының ұйытқысы, тәрбиенің берік қорғаны. Қазақ хандығы тұсынан бергі ел билеген Айғаным, қол бастаған Бопай ханымдар, Күнбике, Айбике, Зере аналардың ұлт тарихындағы орны бөлек. Жоғарыдағы аналарымыз, сондай-ақ тарихымыздағы өзге де батыр аналарымыз ақыл парасатымен, қайтпас қайсарлығымен жұрт билеп көсемдік көрсетті, қол бастап жаугершілікті бастан кешті. Содан да бұлар тарихтағы ұлы аналарымыздың есімі бір рулы ел болып ұранға айналды. Шежіре жылнамасын тізбектесек руға айналған аналарымыздың көп екенін қараймыз. Тіпті көп ру ана есімін ру атына беруге арланбаған. Керісінше ру шежіресін сол аналардың құрметіне арнап бір қауым елге айналған. Ендеше тарихта өз орнын алып, бір руға бас болған аналарымызға тоқталып өтсек. Абақ ана, орта жүздің белді руы Керейдің бір тармағы Абақ аталады. 12 ата Абақ Керейіне Жәнтекей, Жәдік, Жастабан, Шұбар айғыр, Шеруші, Ителі, Итемген, Молқа, Меркіт, Сарбас, Қарақас, Күн Садақ жатады. Осы 12 ру өздерінің анасының атымен Абақ Керейлер атанып кеткен. Керейдің төр шежіресінде Керей этнонимін Абақ есімін әйелмен байланыстырады. Абақ ана үйсін Сары мырзаның қызы. Күйеуі қайтыс болған соң Шымыр деген ұлын алып төркініне кеткен. Нағашысы әлгі баланы кішкентайынан Ашамайға мінгізіп, менің Ашамайлы Керейім деп ертіп жүреді екен. Абақ соңғы күйеуінен Құттықожа деген ұл туады. Одан Майқы, би Майқы емес, Майқыдан Ермен, Изен, Жусан туады. Абақ Керейдің қазіргі 12 руы осыдан өрбиді. Алтыншаш-ана, Қыпшақ Тоқтар бидің бәйбішесі Алтыншаштан Бұлтың торы, көлденең, ұзын, Қарабалық атты 5 ұл туған. Бұл 5 баланың өсіп өнген ұрпағы 5 рулы елге ұласқан. Шежірешілер осы 5 атаны қалың Қыпшақ ішінен даралап, аналарының атымен Алтыншаш деп те атайды. Қара кемпір ана, шежіре дерегінде кіші жүз Қыдырсиқтан Шеркеш, одан Қосым, Қойыс, Жауғашты, Шумақ, Қылышкескен туыпты дейді. Осылардың қойысынан Дербіс туады. Дербістің бәйбішесі Зылиха деген кісі өңі қара болған соң қара кемпір аталып кеткен көрінеді. Дербістің 3 әйелінен тараған ұрпақтан жөн сұраса Шеркешпіз, оның ішінде қара кемпірміз дейді. Сөйтіп қара кемпір руатына шыққан. Мұрын ана, орта жүз найманның ішіндегі Қаракерейден өрбіген аталардың бірі Байыс. Шежіре деректерінде Байыстың 5 баласының бірі Сары, Ерсары. Осы Сарының бәйбішесінің есімі Ақбике екен. Мұрыны зор кісі болса керек. Осы Ақбикеден өсіп өнген ұрпақтың мұрын аталып кетуі содан еттейді ел аузындағы аңыз деректері. Кезінде осы мұрын аталған ұрпақтың өзі 8 болыс ел болған. Жанат ана, орта жүздегі Абақ Керейдің ішіндегі 12 атаның бірі Жәдік. Шежіре дерегінде Жәдіктің бірінші әйелінен Итемген, Мұңал туады. Екінші әйелі Жанаттан Қосай, Қыдыр, Тілеке, Байқазан, Байыс, Бұқай, Тоқай, Маймай есімді 8 ұл туған. Осы 8 ұлдан өрбіген ұрпақты қазақта шешелерінің есімімен 8 жанат деп атайды. Енең ана, шежіренің сөзі бойынша орта жүз арғын ішіндегі Қуандықтың бір баласы Қарпық, Қарпықтан Мәмбет, Көзей, Тінәлі атты 3 ұл туған. Көзейден Қаратоқа туады. Қаратоқадан Түнғатар, Бесім, Молқы, Тоқтауыл, Сары, Құлымбет туған. Осылардың ішіндегі Бесімнің бәйбішесі Бәтей деген кісі екен. Елге ана болғандай қасиетті қалпына орай жұрт Енең деп атайды екен. Сондықтан да Бесімнің бәйбішесі Бәтейден тараған ұрпақты Енең тоқалары дейді. Алтын ана, шежіре сөзінде кіші жүздегі Алтын Жаппас деп аталатын ру осы Алтын деген анасының атымен аталып кеткен. Ол өзінің 4 баласына қосып Жаппасты да тәрбиелеп өсіргендіктен бұл 2 ру көбіне қосарланып айтылады. Алтын ана Қыдырғожаның, Байұлының 2-ші әйелі болған. Қызай ана Бәйдібектің әйелі Нұриладан, Домалақ ене Жарықшақ туған. Жарықшақтың Күнбүбі, Айқыз деп те айтылады деген қызы Найман еліне келін болып түсіп, ақыл көркімен жұртқа жағып, төңірегі Бәйдібектің немере қызы атасымен әжесіне сай екен деп сүйсінетін болған. Осыдан Күнбүбі аты бірте-бірте ұмыт болып, келін боп түкен елі оны Қызай деп атап кетеді. Түрікпен ана, шежіре деректері бойынша кіші жүз Байұлыдағы Адайдың 2 баласының бірі Құдайке өзінің алғашқы әйелі 4 баласымен жаугершілікте суға ағып кетіп қаза болғаннан кейін түрікмен халқынан қыз алады.
Құдайке одан 2 ұл көреді, екеуіне тәзгемен қосай деп ат қояды. Қазір Маңғыстауда 50 мыңнан асып отырған барша тұқымдарын осы екеуінің аналарының тегіне орай түрікпен адайлар деп те атайды. Қара қыз ана, Қыпшақ тоқтар биден 5 ұл, бұлтың торы, көлденең ұзын, қарабалық туған. Олардан өрбіген ұрпақ 5 рулы ел болғанда, осылардың қарабалығынан қарақыз деп аталатын бір ата тарайды. Қарақыздың шын аты Қарашаш екен, өңінің қаратұрлығына орай қарақыз аталып кетсе керек. Нұрбике ана, орта жүзі арғын, оның ішінде қаракесектен өрбіген аталардың бірі Шаншар. Сол Шаншардың 3 әйелінің бірі Нұрбикеден тараған ұрпақты Нұрбике, Шаншар елі деп атайды. Нұрбике болса Есім ханның тұсында Ташкентті билеген Тұрсын ханның қызы болса керек. Ақүлек ана, кіші жүз, байұлы, байбақты дат қызы. Ұзатылып келгенде өзі мініп келген Ақүлекке байланысты осылай аталыпты. Қасиетті адам болған екен. Жеркеш қойыс Шүйініш Тұрлан батырдың әжесі. Ұрпақтары Ақүлек руын иеленген. Қарқабат ана, арғын ішіндегі ең бір өсіп өнген ата Мейрам сопыдан тарайды. Шежіре дерегінің басым көпшілігі Мейрам сопының бәйбішесі Нұрпиядан қуандық, сүйіндік, екінші әйелінен бегендік, шегендік, үшінші әйелінен болат қожа, қаракесек, туу бет дейді. Бұлардың әрқайсысынан өрбіген ұрпақ бір-бір іргелі руға айналған. Мейрам сопыны Қарқабат ерекше құрметтеп қызмет көрсеткені сондай, өмірінде Мейрамның табанынан сыз өткізбей, етіне су тигізбей күтіпті. Түзге отын тере шықса, қу көдені жұлып әкеліп отағасысының табан астына төсеп, түнде дәрет алатын құманды бауырына басып жылтып жатады екен. Қарқабаттың осындай ықыласын көрген сайын Мейрам сопы, ой, көсеген көгерсін, бір туғаныңнан бір туғаның аса берсін, өсіп өнген ұрпағыңның ұранына шық деп бата беретін көрінеді. Аруақты атаның сол батасы қабыл болып, қаракесектер іргелі елге айналады.